Қаржылық мониторинг агенттігі Алматыда ірі көлемдегі жалған $100 купюраларды өткізу фактісін анықтады. Аталған тұлғалар бақыламалы сатып алу барысындағы жалған купюраларды өткізу әрекеті кезінде ұсталды. Алматының 2 тұрғыны криптовалюта сатып алу желеуімен жалпы сомасы 32.700 ақш долларын құрайтын жалған шетелдік купюраны бірнеше рет сатқан. Сот үкімімен істің 2 қатысушысы кінәлі деп танылды. Оларға 5 жылдан 5,5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. Агенттікпен жыл басынан бері Қазақстан аумағында айналымнан 1060 жалған банкнот тәркіленді. Оның ішінде ұлттық валютада 647.100 теңге сомасына 141 купюра, 90.400 ақш долларына 905 купюра, 2000 еуроға 4 купюра, 1000 юань сомасына 10 купюра анықталды. Тәркіленген жалған банкноттардың жалпы құны 43 миллион теңгеден асады. Қаржылық мониторинг агенттігі валюта айырбастау кезінде қырағылық таныту керектігін ескертеді. Жалған ақша жасаушылардың құрбаны болмас үшін жақсы бағам бойынша айырбастауды ұсынса да, бейтаныс адамдарға ақша айырбастамаңыз және валютаны делдалдардан сатып алмаңыз. Қызметі қолма-қол ақша айналыммен байланысты азаматтар мен қаржылық мониторинг субъектілерін жалған банкноттар табылған жағдайда дереу қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық департаменттеріне жүгінуге шақырамыз.